Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы көзіміз көптен күткен мінекей доп додасы бастауын алды. Алғашқы 3 ойын күні өтті. Өздеріңіз білетіндей голдарға бай ойындар болып жатыр десек болатын шығар. Кеше Голландия мен Украинаның арасындағы ойын немесе Ресей мен Бельгияның арасындағы ойын. Жалпы қызық әрине көп. Алда бір ай көлемінде Копа Америкада бір қатарда жүріп жатқанын білесіздер өздеріңіз. Және оны да жаңа Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасы көрсетіп жатыр. Одан бөлек жалпы футбол әлемінде осы алғашқы 3 ойын күнінде есте қалған өкінішке орай ең үлкен жағдайдың бірі ол әрине Кристиан Эриксонның жүрек талмасынан есін жоғалтып қоюы. Әрине өте өкінішті осындай жағдайлардың болуы футбол алаңында. Көптеген жаңағы жанкүйерлердің көз алдында Кристиан Эриксонның жаңа есін жоғалтып қоюы жаңағы көп адамды шок дейді ғой, сондайға келтіріп қойғаны белгілі. Алайда футболшылар, Дания ұлттық құрамасының футболшылары мен ойынның бас төрешісінің жылдам іс-әрекетінің арқасында қуанышқа орай деп айтайық. Жаңағы Кристиан Эриксон жағдайы жақсы, жедел жәрдем көлігімен бірден алып кеткенін білесіздер. Және есін жиып, әзірге Кристиан Эриксон бәрі жақсы деп естідік. Одан бөлек Ромело Лукаку, Кристиан Эриксонның клубтасы, командаласы, оған гол арнап жатыр. Одан бөлек кешегі қателеспесем австриялық ойыншылар да гол соққаннан кейін Кристиан Эриксонге өздерінің голдарын арнады. Әрине футбол әлемін біріктірген жағдай десек болатын шығар. Бұл жағдай әрине барлығымыз бірінші кезекте адам екенімізді, адами құндылықты жоғалтпауымызды үйретті десек болатын шығар. Дәл сол Симон Кьердің мысалы Дания ұлттық құрамасының капитаны, тәжірибелі ойыншы, Миланның қорғаушысы Симон Кьердің де мысалы жағдайын жасағаны Кристиан Эриксон ол да мысалы үлкен ерліктің, үлкен адамгершіліктің белгісі деп ойлаймын. Жалпы бұл жағдай әрине көп адамға сабақ болады деп ойлаймын. Себебі футболшылардың да адам екенін, футболшылардың да жаңағы денсаулығы сыр беретінін тағы бір рет көрсеткен сияқты бұл жағдай. Одан бөлек әрине өкінішке орай футбол тарихында бұндай жағдайлар жиі кездесіп тұратын жағдайлар. Сонау 2003 жылы осы конфедерациялар кубогында өкінішке орай камерундық ойыншы Манчестер Ситидің көшбасшы ойыншыларының бірі сол уақыттағы Марк Вивиан Фае көз жұмған болатын алаңда тікелей. Одан бертін келе Антонио Пуэрто деген жаңағы испаниялық жас дарынды ойыншы, Севильяның ойыншысы, сол да осындай жүрек талмасынан көз жұмған болатын. Оны сіздер Испания ұлттық құрамасының жеңісті сәттерін көрген болса, Антонио Пуэртоны Серхио Рамостың футболкаларынан көру әбден мүмкін. Себебі Серхио Рамос пен Антонио Пуэрто дос болған, және де әрбір жеңісінен кейін Испания ұлттық құрамасының Серхио Рамос өзінің жаңағы досының суретін басылған футболканы киіп тойлайтын. Барлық жеңісін Европа чемпионатын 2 рет, әлем чемпионатында да сондай жасаған. Одан бөлек испаниялық тағы бір дарынды ойыншы, Испаньол футбол клубының бас капитаны болған, сол уақыттағы жас дарынды болды. Дани Харке деген өкінішке орай футболшы 2008 жылдың қателеспесем тамыз айында дәл осындай жүрек талмасынан көз жұмған. Давиде Астори осы 2018 жыл көз жұмған, өздеріңіз білетіндей. Ал мен өзім көрген, өз көзіммен көрген ең алғашқы жағдай ол әрине Рубен де Лорет, Реалдың өкінішке орай неге екені белгісіз өңшең жас ойыншыларға тиетін нәрсе бұл. Сол уақыттағы 23 жаста болатын Рубен де Лорет, болашағынан үлкен үміт күттіретін талантты ойыншы болған Рубен де Лорет, және алаңның сол бір ойынның жүріп жатқан уақытында тікелей алаңда құлаған болатын. Өз көзіммен көрген бұны ең алғаш рет 2008 жылдың қателеспесем қараша айында болған жағдай. Одан кейін Рубен де Лорет алаңға қайта орала алмады осы жағдайдан кейін. Және ағылшын премьер лигасының 2011-2012 жылғы маусымында Фабрицио Муамба деген ол да жас артқы жартылай қорғаушы болатын, 26 жаста қателеспесем сол уақытта. Оның жағдайы енді ерекшелігі ол 1 сағаттан аса уақыт клиникалық өлім жағдайында жатқан, және де жаңағы бір чудо дейді ғой орысша, сондай нәрседе жаңа таңғажайып жағдайдың арқасында ғана ол тірі қалған. Және де Рубен де Лорет те Фабрицио Муамба да өздерінің мансабын әрі қарай жалғастыра алмаған. Ал Кристиан Эриксонге әрине бірінші кезекте үлкен амандық, саулық тілейміз. Және де Кристиан Эриксонның өз мансабын жалғастырғанын қалаймыз. Әрине өте дарынды ойыншы Кристиан Эриксон. Сол Тоттенхэмдегі немесе одан алдыңғы Аякстегі, осы биылғы мысалы Интерде де маусымның 2-ші жартысын өте жақсы өткізді. Сондықтан Кристиан Эриксон жақын арада арамызға қайта оралып, өзінің керемет ойындарымен жанкүйерлерін қуантады деген ойдамыз. Міне достар, бүгінгі қысқа да ғана болса Кристиан Эриксонның жағдайына
арналған видеом. Жалпы матчтарға шолу әзірге әрине жүргізіп жатқан жоқпын. Не үшін? Себебі ол матчтарды не өздеріңіз қарауларыңыз керек, немесе өздеріңіз қарап жүрсіздер. Жалпы бұндай үлкен додаларда әрине бірде-бір матчты өткізіп алуға болмайтынын білесіздер. Барша ұлттық құрамаға, барша жанкүйерлеріне футболдың үлкен сәттілік тілеп қаламын. Және де арнаға тіркеліп лайк басуларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған мен, Ботиньо KZ арнасы.